Ассалаумалейкум, инста достар. Бүгін 28 желтоқсан 2021 жыл. Так, өзі қиярымды жуып тастап жатырмын. Әлі өнім беріп жатқан болатын. Себебі көшеттерім үшінші айналымға дайындап жатқан көшеттерім өсіп дайын болды. Сол себепті мына қиярларды бұзуыма тура келді. Бұл әлде де өнім беріп жатыр негізі. Анау көшеттер дайын болып қойды, уақытысынан да өтіп кетті. Соны егу керек болып тұр қайтадан мына жерге. Естеріңізге сала кетейін. Бұл менің үйгерлік жердегі, өзімнің үйімдегі шағын ғана жылыжайым. Көктемдегі айналымға бір рет қияр егіп алдым. Бұның видеосын көрген болатынсыздар. Одан кейін екінші айналымға тағы еккен. Бұл августтың басында егілген қияр. Ол әлі күнге дейін өнім беріп жатыр. Бірақ бұзуыма тура келіп тұр. Мінекей мынандай қиярлары салып жатыр. Бұл жерде 200 түптей қияр егілген. Көктемгі обороттан 1 тонна өнім алғам. Екінші айналымға да сондай сол шамада алдым. Кейінгі есебімнен жаңылыстым, бірақ 1 тоннаның шамасын алдым бұл жерден де. Шүкір Аллаға. Қазір мынандай барлық қиярларын теріп алып жатырық. Майда шүйдесіне дейін. Ертең өзіміздің жеуге. Мына көшеттерді егу керек болып тұр енді қайтадан мына жерге. Мына фольгамен қаптап шықтым жанын боковойларын. Себебі қатты аяздар болып қалса, қиярларым жаурап қалмасын деп уақытша осындай фольгамен қаптап шықтым. Теплород дейді, әркім әртүрлі айтады енді. Енді бірақ ол уақытша қатты аяздарға жауратып алмау үшін сондай варианттар жасадым. Енді бұл үшінші өнім болады. Мына қиярларды ексем, Алла қаласа, жаңа жылға дейін пісу керек. Енді көреміз, оған дейін үлгере ала ма, үлгере алмай ма пісіп. Бірақ дегенмен де бұл биылғы жылдың үшінші өнімі болады. Дәл осы жылыжайға өсіріп жатқан қиярларымның урожайын айтқанда. Көктемгісінен бір рет егіп 1 тоннадай өнім алдым. Екінші айналымдағы қиярым мынау. Бұдан да 1 тонна шамасында өнім алдық. Енді бұйырса үшінші өнімге кірісеміз, Алла бұйыртса.